қоғамдық келісімге бағытталған мемлекеттік саясатты жүйелі түрде жүзеге асыруда. Қадірлі жерлестер, Шымкент ежелден достық пен бауырластықтың киелі мекені саналған. Қаламыздың өсіп өркендеуінде сан ұлт өкілдерінің үлесі бар. Кемел келешегіне нық қадам басып отырған қаламыз алдағы уақытта да осы халқынан айнымайды деп сенемін. Әрбір қала тұрғынын халқымыздың үздік дәстүрін жалғап, ішкі бірлігімізді бекемдеуге шақырамын. Құрметті ағайындар, халқымыздың асыл армандарының көш басында ең алдымен бірлік пен татулық тұратындығын тарихтың тағылымды дәстүрінен білеміз. Бірлік бар жерде ырыс артатын өмірдің өзі көрсетіп отыр. Бүгінгі мереке қазақстандықтардың ынтымағын жарастырып, ырысын артырсын. Баршаңызға амандық, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.